достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге алдыңғы видеода жазған тілектеріңізге, құттықтауларыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. Барлығын оқыдым, барлығына үлкен рахмет сіздерге. Бүгінгі біздің сөйлесетін бір тақырыбымыз жалпы әйелдің 40-на дейін қалай 40 күнге дейін туып болғаннан кейін қалай күтіну керек, сол туралы сөйлескім келіп отыр. Жалпы сіз ана болғаннан кейін барлық жаңа өмірге нәресте келген кезде барлығы көңілдің бәрі соған ауады, барлығы соған ғана қарайды, 40 күнге дейін баланы шомылдырады. Барлығы қазақтарда барлық ынтаның бәрі көбінесе балаға болады. Менің ойымша, өйткені әйел көбінесе қазіргі заманда бір шетке қалып қояды, өзіне көп қарамайды. Немесе әйелдер бізде өзіне дұрыс қарамайтындықтан барлығы неме қойып 40-на дейін балаға қарайды, балаға көп көңіл бөлетіндіктен өзіне қаралмай қалады. Мен сол тақырыпты ашқым келіп отыр. Бүгін 40-на дейін қалай әйел өзіне қарану керек. Бірінші, сіз көбінесе әйелдерде туған кезде қиын туған әйелдер болады, қиын шаршап, кейбір әйелдер туа салдымен жүгіріп кететін әйелдер болады. Осыны жасау өте дұрыс емес нәрсе. Сіз бірінші туғаннан кейін ешқашан туып болғаннан кейін жүгіріп, немесе балаңызға қарап, немесе қуаныштан, әртүрлі нәрселерден жаңағы перзентханада жатқан кезде жүгіріп кетуге болмайды. Сіздің жағдайыңыз өте керемет, ұшқыңыз келіп тұрса да, олай жасауға болмайды. Өйткені сіздің жаңағы жатырыңыз ашылу үшін, матка дейді ғой, ашылу үшін бұл жерде сізге баланың дұрыс шығу үшін, барлық сүйектеріңіз ашылу үшін релаксин деген гормон бөлінеді. Сол гормонның әсерінен барлық тіндердің бәрі ашылып, іркілдеп тұрады. Сондықтан сіз жүрген кезде матканың жерге қарай түсуі мүмкін, немесе ағзаларыңыз жерге қарай шамалы түсуі мүмкін. Өйткені барлығы іркілдеп тұр деп айтамыз. Бір жеріңіз дұрыс болмауға мүмкін, сондықтан бірден жүгіріп кетуге болмайды. Қанша өзіңізді жақсы сезініп тұрсаңыз да, 3 күндей тек қана жату керек. Одан кейін жаймендеп туалетке немесе дәретханаға, жуынуға баратын болсаңыз да, ішіңізді ұстап, немесе ішіңізді байлап, жаймендеп, асықпай, ештеңеге асықпай жүру керек. Сол бірінші. Екінші, қазіргі кезде туып болғаннан кейін гинеколог емес акушерлер көбінесе ішті басып, массаж жасап беретін болған. Ол бұрында болды ма білмеймін, мен бірінші баламда есімде жоқ. Осы екінші, үшінші баламда байқадым. Одан көбінесе әйелдер, жаңа туып болған әйелдің ағзасы өте іркілдеп тұрады, ауырып тұрады. Сондықтан көбінесе бас тартып жатады. Олай жасамай қойыңызшы, керек емес деп. Одан негізі бас тартуға болмайды. Неге? Өйткені ең бірінші іште қалған ана жолдасының, бала жолдасының, кешіріңіздер, қалдықтары болса, қалған қан болса, барлығы шығару үшін олар өздері массаж жасап береді. Сіздің алдыңызда бала 2 сағаттай жатады, сол туып болғаннан кейін. Туып болғаннан кейін сізге жасаған массажды әр 15 минут сайын жасап өту керек акушерлер. Одан бас тартпаңыз. Қандай ауырып тұрса да ішіңізді басқызыңыз. Өйткені барлық қанның бәрі, керек емес қанның бәрі, сгусток дейді, онда ұйыған қанның бәрі сізде ішіңізден шығу керек сол жерде. Соны айтайын дегенім. Және де әйелдер көбінесе өзін аяп, ішін басқызбайды, жаңа айтып жатырмын. Және де сүйгісі келмейді, қорқады. Мысалы, жаңа туып болған әйел кіші дәретке шыққысы келмейді, шығудан қорқады. Разрывтар болса, тілген болса, жіп болса, немесе тіккен болса әйелді, одан мүлден жаңағы ішіндегі үлкен дәрет болса, кіші дәрет болса да шығаруға қорқады. Ол негізі дұрыс емес нәрсе. Өйткені сізде кіші дәретіңіз бен үлкен дәретіңіз ұсталып қалатын болса іште, матканың, жатырдың
жиырылуы, жатырдың орнына келуі қиындайды. Неге? Өйткені алдыңыз артында тоқ ішек, алдында қуығыңыз үлкен болып, ішінде біреуінде зәр, біреуінде кал толып тұратын болса, матка, үлкен матка орнына түсе алмайды. Сондықтан сіздің маткаңыз дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Дұрыс жұмыс істемейді, дұрыс орысына қалпына келмейді да, сол күйінше қалып қояды. Егер 40 күнге дейін, кейбір әйелдерде емес, көп әйелдерде, туған әйелдің көбісінде зәрі жүреді, бірақ тоқ ішегі толық болады, қалға толық болады. Қал дегеніміз ол нәжіске толық болады. Ол әйелдерде не болады? Запор болады. Сондықтан оны дұрыс шығармайды, маткасы не істейді? Дұрыс орнына келмейді, сондықтан іші қалып қояды. Әйелдер, сіздерде жүктіліктен кейін ондай барлық көп әйелдерде болады. Перзентханаға сіздер глицериновые свечи немесе форлакс деген мынандай пакетиктерде ішті өткізетін бар. Жүктіден кейінгі әйелдерге болатын дәрілер, және де жаңа слабительный неше түрлі свечалар, глицериновые свечи. Солардың бәрі, дюфалак деп жатамыз, солардың бәрі жүктіліктен кейінгі кезде, лактация кезінде, сіз емізетін кезінде ол барлығы болады. Сондықтан соның бәрін сіздер алдырсаңыздар болады. Ешқандай да ішіңіздегі мысалы нәжісті немесе зәрді қалдырып отыруға болмайды. Сол екінші айтатын нәрсем, сол түсінікті шығар деп ойлаймын. Неде әйелдер өзіне дұрыс қарау керек, гигиенасына әсіресе. Әр кезде қанша ауырып тұрсаңыз да, қанша жүргіңіз келмей тұрса да, астыңызды таза ұстауыңыз керек. Әсіресе тілік болған, разрыв болған әйелдерде астын дұрыс ұстау керек. Ешқандай сізді астыңызда иіс шықпау керек, астыңыздан неше түрлі терлемеу керек. Астыңыздағы прокладкалардың бәрін уақытылы, тез ауыстырып отыруыңыз керек. Жаңағы послеродовой дейді ғой, жүктіліктен кейінгі, туғаннан кейінгі үлкен памперстерді бір апталап, 2 апталап салып жүруге болмайды. Ол памперстер тек бірінші жаңағы туған кезде, су кеткен кезде үлкен памперстер әйелдерге арналған. Соны қолданасыздар. Одан кейін туғаннан кейін қатты қан келеді, сол кезде бір күн, 1-2 күн сол туған күні немесе одан кейін 1 күн қолдануға болады. Одан кейін тек қана жаңағы үлкен прокладкаларға ауысу керек. Неге әйелдер? Өйткені одан ысламау керек, иіс шықпау керек. Оны дұрыс уақытылы ауыстырып отпасаңыздар, оның бәрі әрине инфекцияға келеді. Сіздің жаңа ғана туған жаңағы барлығы ашық, матка деген ашық болады. Бірінші кезде соған инфекцияға келмес үшін тек таза болу керек. Түсініксіз шығар деп ойлаймын. Ал кеттік. Туғаннан кейін әйелде, бұның қазақтың әйелдері барлығы білет шығар деп ойлаймын. Тек қана жылы ұстану керек. Жылы, тек қана әйел деген өзін жылы ұстау керек, ешқандай мұздай су ұстамау керек. Әйелге біреу қарау керек. Егер әсіресе қыста туатын әйелдің қолына суық тисе, оның барлығы ертең болашақта барлығы шығады, немесе сүйектерінен шығады. Немесе әйел мұздай ішпеу керек. Асығып тұрсаңыз да суды жылытып ішу керек. Өйткені барлығы, жаңағы айттым мен сіздерге, гормондарға байланысты. Бұл сізде 40 күнге дейін барлық гормондар сізде біреуі басылып, біреуі көтеріліп, біреуі мүлдем өзінің жұмысын тоқтатып, басқасы енді бастап сөйтіп атқан, бұлай гормондардың күресіп атқан кезі. Сондықтан осы периодта өзіңізді дұрыс ұстауға тырысыңыздар, дұрыс қарауға. Сіздің денсаулығыңыз тек сізге ғана керек, күйеуіңізге емес, балаңызға емес, тек сізге керек. Осы 40 күнде өзіңізге дұрыс қарасаңыз, ертең болашақта өзіңіздің ағзаңыз сізге рахмет айтады. Сондықтан әйелдер, жылы ұстанайық. Келесі айтатыным пункт су ішу туралы. 40-на дейін әйел көп су ішу керек, көп терлеу керек. Өйткені жаңағы гормондардың барлығы, релаксин гормоны, барлығы тер арқылы шығады. Сіздің барлық жинаған жүктілік бойы қандай әйел болса да көбінесе ісінеді. Сол ісінген сулардың бәрі
сіздер тер арқылы шығады. Барлық сізде қиналған нәрселердің бәрі, жиналған нәрселердің бәрі, шлактардың бәрі су жаңағы тер арқылы шығады. Сондықтан сіз күніне 2 литр су ішіп отыруыңыз керек. 1,5 литр судың ішіне шай кіреді, компот кіреді, қара су кіреді. Қыздар, сізде су ішкен кезде, терлеген кезде барлығы шығып отырады. Екінші жағынан ол сіздің өзіңіздің формаңызға тез келуге ықтимал болады. Өйткені сіз су ішкен сайын, яғни сізде жақсы қан айналым болады, жақсы сізде зат алмасу болады. Сол кезде тез орнына келесіз. Сондықтан жаңағыдағы көп әйел деген жаңағы туған кезде көп қан кетеді ғой, сол қанның бәрі су арқылы орнына келеді. Көп су ішу керек. Өзіне келу үшін 40-нан дейінге 2-ші күннен бастап жаңағы перзентханада жатқан әйелдерге, өзі туған әйелдерге, мен кесарево арқылы емес, өзі туған әйелдерге айтып жатырмын. Массаж жасауға болады ішті жатып. Сіздің балаңыз еміздіңіз, ұйықтап жатыр қасыңызда. Сол кезде әшең қарап жатпай, демалып алсаңыз, ұйықтап алсаңыз, не істеуге болады деп ойлайсыз? Массаж жасауға болады. Іштің массажын сіздерге келесі видеоларда мен көрсетемін. Сол перзентханада жатып алып, ішіңізді массаж жасасаңыз, жаңағы матканың орнына келуге, және де іш қалып қояды ғой, сіздің кожаңыз созылды. Мынандай ішіңіз болды, сол тек 1 күнде ақ орнына келе салды. Сізде май болмауы мүмкін, бірақ жаңағы қалған тері, жаңағы созылған тері орнына келу үшін өте көп уақыт керек. Сізге неге көмектеспеске сол массаж арқылы. Сондықтан сіздерге мен массажды келесі видеоларда түсіремін, қалай жасау керек. Бұл видеоны мен ұзартқым келіп тұрған жоқ. Ережесі вакуум қалайсың болды. Ережесі емес, вакуум жаттығуы қалай жасау керек. Сол роддомда жатып жасауға болады. Ішті өзіңізге тарту жаттығу, оны да көрсетемін сіздерге. Бірақ менің каналымда бұл видео бар, тауып алсаңыздар болады. Вакуум жаттығуын ол тек 3-ші күннен бастап жасауға болады. Әйелдер, асықпаңыздар өздеріңізге келуге. Асықпаңыздар аруға, диета ұстауға, немесе уайымдауға. Сіздің ағзаңыз 9 ай бойы бала көтерді. Ол деген сіз өзіңіз сезбеген шығарсыз, бірақ ағзаңыз үшін ол деген үлкен нагрузка, үлкен гормональдық осындай шатас болды. Ішіңізде бала өсті, білесіздер ма? Сіз оны тағы тудыңыз, өзіңіз тудыңыз. Ол деген үлкен ағза үшін, өзіңіз үшін жеңіс, ағза үшін жұмыс. Сондықтан өзіңізге келуге асықпаңыз. Ағзаны былай мынаны жасауым керек. Ағзаны демалдырыңыз. 3 күнге дейін ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Тек қана роддомда рахаттанып жатыңыз. Қасыңызда балаңыз аласыз, емізесіз, ұйықтап демалыңыз. 3-ші күннен кейін жаңағы перзентханада жатып, немесе үйде жатып, жаймендеп ішке тарту жаттығуын сіздерге үйретемін. Ал келесі пункт, туғаннан кейін, 10 күннен кейін сізді өзіңіз үйге барғаннан кейін участковый гинекологыңыз сізді шақыру керек. Приемға өзіне сізді астыңызда қарау керек. Маткаңыз жақсы жиырылып жатыр ма? Маткаңызда ешқандай не жоқ па? Ақау жоқ па? Қан кетіп жатқан жоқ па? Артық, мөлшерден артық. Температураңыз жоқ па? Жағдайыңызды білу үшін сіз 10 күннен кейін гинекологқа барып көрсінуіңіз керек. Жалпы жақсы жағдайда қолыңыз тигенде 1 айда барып сіз анализ тапсыруыңыз керек. Қандай анализ? Жалпы қан анализі. Қан анализде міндетті түрде нені көресіз? Гемоглобинді көріңіз. Гемоглобиніңіз түскен болса, ол анемия белгісі. Ол не үшін анемия болып отыр? Сіз жүкті кезінде бала көтердіңіз, бала сіздің барлық ресурсыңызды алды. Одан кейін оны тудыңыз. Баланы туған кезде көп қан кетеді. Сіздің гемоглобиніңіз түсіп кетуі мүмкін. Сізге мүмкін темір препараттарын қабылдау керек. Темір препараттар анемия кезде болады. Соны білуіңіз керек. Одан кейін лейкоцитті қарау керек. Лейкоцит ол жаңағы қабынуға жауап береді. Қабыну бар ма ағзада? Барлық жақсы ма, соны көру керек. Және де
зәр анализін міндетті түрде сізде инфекция жоқ па, бактериялар жоқ па, зәріңіз таза ма, зәріңізде белок жоқ па, барлығы жақсы ма, соны көру керек. Одан кейін міндетті түрде жалпы УЗИ жасау керек. УЗИ ненің? Жаңағы малова таза дейді, жаңағы матканың жағдайын, сіздің жатырыңызды жақсы жиылып жатыр ма, ішінде ешқандай қан немесе бала жолдасының қалдықтары, жалпы барлығы жақсы жиылып жатыр ма, барлығын көру үшін сіз бір айдан кейін жаңағы жатырды УЗИге түсіруіңіз керек. Барлығы жақсы, өзіңіз үшін керек. Соны түсіргеннен кейін, барлығын білгеннен кейін сіз келесіз витамин аласыз. Витамин қандай алуға болады? Мен көбінесе сұрайды, қандай? Қыздар, витамин после родовой немесе да родовой деген лактацияға арналған әйелдерге витрум, пренаталь дегендерді алсаңыздар болады. Оның ішінде бір ғана витамин емес, оның ішінде барлық витаминдер бар. Оның ішінде барлық әйелдерге витаминді осы сүтпен емізетін кезде әйелдерге қандай витамин керек, барлығы ішінде салынған. Сондықтан басыңызды қатырып, көп витамин ішпей, бір витаминді ішесіз күніне. Сонымен ағзаңыз жалпы қалпына келуге өте септігін тигізеді. Мен көбінесе витаминді, қыздар, өз басым жүкті кезде витамин ішпегенмін. Мен тек жүктіліктен кейін ішем. Неге? Өткен жүкті кезде бала үшін ішеміз ғой. Бала сіздің ағзаңыздан барлық керек нәрсені өз сорып алады. Сізде жоқ болса да, бар болса да барлығын керегін алады бала. Сіз қалатын шашсыз, сіз қалатын тіссіз қалатын, сіз кожаңыз жаман болып қалатын, немесе қыржымдалып қалатын, тек сіз. Бала керегін алады сізден. Сондықтан жүктіліктен кейін міндетті түрде поливитаминдер, әйелдерге арналған поливитаминдер ішуге ұмытпаңыздар. Соны курстап ішуге болады. Бір айдан кейін тағы бір ай тоқтайсыз, одан кейін тағы бір ай ішіп, солай ішуге болады. Өйткені сіз жүкті болдыңыз, жүктіліктен кейін қан кетті, сізде туам деп баланы, одан кейін сіз емізіп жатырсыз. Емізіп жатқан кезде барлық одан сіздің ағзаңыздан тағы да ресурстар алады бала. Ол табиғи нәрсе, әйелді солай Алла жаратқан, бірақ соған ағзаңызға шамалы көмектесу керек. Сондықтан витаминді ішуге ұмытпаңыздар. Витаминнің қасына кальций ішуге болады әйелдерге. Тісіңіз сау болу үшін, шашыңыз орында болу үшін кальций ішуге болады. Кальций никомет, кальций детринникомет дегендер болады. Соны алып ішсеңіздер болады. Өздеріңіз білесіздер, не қандай бат алсаңыздар да. Сол қыздар 40-на дейін өзімізге қатты қарайық. Өзіміздің денсаулығы тек сізге керек. Маған емес, күйеуіңізге емес, балаңызға емес. Балаңыз өткені кішкентай, әлі білмейді. Жарқырап жүру, шашыңыздың сау болу, ертең барлығы түсіп қалмас үшін, тісіңіз уақыттан ерте түсіп қалмас үшін, барлығы сізге керек. Әдемі болып жүру. Күйеуіңіз туған жоқ, ол 60-70 жасқа дейін жігіт болып қалуы мүмкін. Сіз бір емес 3-4 бала туасыз. Сондықтан әр бала сайын өзіңізге қарауға ұмытпаңыз. Өзіңіздің әдемі болып жарқырап жүруіңіз тек сізге ғана керек. Сондықтан қыздар, келесі видеоларда мен қалай өзімізге келеміз, қалай ішті байлаймыз, қалай өзімізге келеміз, жаңағы іш массажы, вакуумды барлығын көрсетемін. Бірге арықтаймыз. Менде өзіме келуге 5-6 килограмм бар әлі. Сондықтан өзіме келуге сіздермен бірге өзіме келгім келеді. Егер менімен бірге болғыңыз келсе, мен каналыма жазыңыздар. Және қыздар, бұл айтқан информацияны көбісі дәрігерлер айта бермейді. Өйткені уақыттары жоқ болады прием кезінде. Бұл информацияны мен біреуден естіп алған жоқпын, біреу маған бере салған жоқ. Бұны мен әр жерден іздеп, әр статьялардан, әр кітаптардан оқып алдым. Сол үшін сіздер маған лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кез келген комментарий. Ұнады, ұнамады деп жаза беріңіздер. Сондықтан келесі кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар.